Сәлематсыздар ма оқушылар? Қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы зат есім. Бүгінгі сабақта мұғалімнің көмегімен жеке сурет, сюжетті суреттер арқылы шағын сипаттау, әңгімелеу мәтіндерін құрап жазасың. Сөз таптарын ажыратасың. 24-ші жаттығуға қарайық. Сурет бойынша әңгімеле. Суретте не көріп тұрмыз, кімдер бейнеленген, қандай мереке болып жатыр, қалай ойлайсыздар? Сол бойынша кәнеке әңгімелеп беріңіздер. Келесі тапсырма 25-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Наурыз көже деген не, ата? Наурыз көже деген 7 түрлі дәм салып жасаған өте дәмді көже. Ата, наурыз көжені неге ішеміз? Деді Нартай. Наурыз көже ішкен соң көне жыл бітіп, жаңа жыл басталады. Наурыз көже ішкен адам бір жасқа үлкейеді, деді атасы. Оқушылар, наурызда күн мен түн теңеледі деп неліктен айтатынын үлкендерден сұрап біліп алыңыздар. Біз барлығымызды сіздермен 21-ші наурыз ұлыстың ұлы күнін тойлаймыз, я? Сол күні күн мен түн теңеледі дейміз. Ендеше соны неге күн мен түн теңеледі деп айтатынымызды үлкендерден сұрап біліңіздер. Келесі 26-ші жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Наурыз құтты болса екен, жерге ырыс толса екен. Келесі 29-ші жаттығу. Оңнан солға қарай оқығанда жаңа сөз шығатын сөздерді теріп жаз. Енді бізге сонда оңнан солға қарай. Қараңыздар, қолғанат. Келемекен? Ұршық, тымақ, есек, құлақ, керік, төс, шұлық, кіші, қысым, нарық, бақа. Енді қандай сөздерден жаңа сөз шығады екен? Кәнеке көрейік. Яғни тымақ дегеннен қамыт деген сөз шығады екен. Есек, кесе, кіші, ішік, қысым, мысық, нарық, қыран деген жаңа сөздер шығады екен оқушылар. Келесі тапсырма 28-ші жаттығу. Жұмбақ өлеңді оқып, шешуін тап. Т-дан бастасаң, дақылдың бірі. С-дан бастасаң, бояудың түрі. Ол не? Дұрыс, ол тары және сары. Яғни дақыл ол бізде тары, бояудың түрі сары екен. Енді оқушылар, тарыдан жасалатын қандай тағам түрлерін білесіздер? Өзің білетін бір тағамның құрамын жаз. Яғни оның құрамында тары болатын болсын. Я, оқушылар? Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.